Шымкенттегі көркем сурет галереясында елін сүйген елбасы фотоларын көрмесі ашылды. Ұлт көшбасшысы мемлекеттің негізін қалаушы деп аталған көрмеде Нұрсұлтан Назарбаевтың іскерлік қарым-қабілетін айшықтайтын дүниелер қойылған. Туындыларды Назгүл Жаңабатыр тамашалап қайтты. Елбасы барша қазақстандықтарға тұғыр тұлға, оның сарабдал саясаты мен пайымды идеясының айналасына қоғамды топтастыру, көрмені ұйымдастырудағы басты мақсат. Сондықтан да туындылар ішінде елбасының кәсіпті дөңгелету, ұлтаралық келісімді нығайту жолындағы еңбектері кең қамтылған. Көрменің мақсаты осы ұлт көшбасшысын, мемлекеттің мықтылығын, қазіргі кездегі оның жасалып жатқан игі тірліктерін насихаттау болып табылады. Жастармен жұмыс жасау, көпшілікпен жұмыс жасау, осы өнер саласында атқарып жатқан жұмыстарына қосымша бір үлкен бір жаңалық ендіруге талпыну болып есептеледі. 18 жасар Айдана Каленова қатарластарымен бірге бірнеше фотокөрмеге барған. Болашақ кандидаттар үшін бүгінгі көрменің орны ерекше. Өйткені пирамидаға бейнеленген ұлт көшбасшысының іскерлігі мен шынайы бейнесі оның көңіліне ерекше қонды. Ұлт көшбасшысы, еліміздің негізін қалаушысы Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының біз көптеген жетістікке жеткендерін көріп отырмыз. Біз көбінесе теледидардан көретінбіз. Өз көзімізбен қандай жетістіктерге жеткенін, көп биік белестерді бағындырғанын, еліміз үшін жасап жатқан жетістіктерін барлығын көріп өзім жақсы әсер алдым. Біздің халық қашанда елбасымен бірге, тәуелсіздіктің ширек ғасырында қол жеткізген әрбір жетістік Назарбаев есімімен тікелей байланысты. Ұлт көшбасшысының еңбек жолы мен өмір өткелдері арқау болған фотокөрме бір айға дейін жалғасады. Келемін деушілерге есік ашық. Назгүл Жаңабатыр, Ерлан Тұралиев, Жандос Орынбаев, Оңтүстік ақпарат.